Құрметті көрермендер, біз 12-ші Қазақстанның азамат форумындағы жұмысымызды жалғастырамыз. Подкаст студияда мен Серік Санаубаев және біздің қонағымыз Тасым Ризат Берікұлы, Қазақстандық қоғам даму институты коммерциялық емес акционерлік қоғамы қоғамдық процестерді зерттеу орталығының басшысы. Қош келіпсіз. Енді бүгінгі біздің тақырыбымыз қоғам қызметіндегі зерттеулер. Жалпы Ризат Берікұлы біріншіден мынау көрермендер үшін Қазақстандық қоғамдық даму институты бұл қандай орган, осы туралы қысқаша айтып өтсеңіз, қандай мақсат міндеттері бар? Біріншіден, Қазақстандық қоғамдық даму институты Қазақстанның болашақ моделі қандай болады, соған бағытталған зерттеулерді өткізеді. Одан бөлек қазіргі біздің қалыптасқан жағдайымызға байланысты зерттеулер өткіземіз. Басты мақсатымыз Қазақстанның дамуына қатысты дәлелденген, талданған сапалы материалдар ұсыну. Ең басты оның артында тағы бір терең ой жатыр. Яғни сіздер білесіздер, кез келген қате шешім бұл қате сандардан, қате көзқарастан пайда болады. Сондықтан да біздің мақсатымыз институт ретінде мемлекеттік, әсіресе шешім қабылдаушы тұлғаларды сапалы мәліметтермен қамтамасыз ету. Жалпы азаматтық қоғамды дамытуға, егер қате болмаса, азаматтық қоғамды дамытуға да оның ішінде өзінің септігін тигізетін, өзінің пайдасын тигізетін біздегі жаңағы коммерциялық емес акционерлік қоғамдық институт сондай енді, менің түсінігім бойынша. Жақсы. Сонымен жаңа азаматтық, жалпы біздің форумда осы тұрғыда әңгіме болып жатыр ғой. Азаматтық қоғамды қалай дамытуымыз керек, не істеуіміз керек. Өте көп секциялар жұмыс істеп жатыр қазір форумда. Неше түрлі ойлар, ұсыныстар, жаңағы тәжірибе алмасу болып жатыр дегендей сияқты. Соның бәрі жаңа сіз айтып отқан дұрыс, біздің елімізге керекті, халқымызға керекті шешімдерді қабылдау мемлекет деңгейде. Сонымен осы шешімдерді қабылдау үшін егер мысал ретінде келтірсеңіз де болады, қандай зерттеулер жасалды, мысалы былтырғы жылды алайық, биылғы жылды алайық? Шын мәнінде мемлекеттік саясатты сапалы талдау жұмысымен қамтамасыз етуді мемлекет басшысының тұлғасымен де көтерілген болатын. Ұлттық құрылтайдың Түркістандағы сөйлеген сөзінде әділетті Қазақстан, адал азамат. Сондай 6-шы бағыттардың бірі осы сапалы талдау материалдармен шешім қабылдау. Яғни мәліметке негізделген саясатты жүзеге асыруымыз керек деген. Өйткені мысалға сын айтылады, бірақ оның артында оны дәлелдейтін сандар, не мәліметтер жоқ. Немесе керісінше қоғамның ойын мысалға өлшеген кезде күтпеген басқа да тұстары шығуы ықтимал. Мысалға мен басқаратын орталық осы бағытта бірнеше маңызды зерттеулер жүргіземіз. Оның бірі азаматтық қоғамды дамытуға арналған кешенді баяндама. Онда жылына 2 жылда бір рет шығады бұл баяндама. Көрермендерге айтарым, бұл барлық мен айтып отырған баяндамалар Қазақстандық қоғамдық даму институтының сайтында жүктелген, толыққанды танысуыңызға болады. Онда Қазақстандағы азаматтық қоғамның дамуына қатысты мысалға қоғам Қазақстанның дамуын қалай қабылдап жатыр. Өйткені, мемлекет тарапынан бір саясат жүргізу мүмкін, жағдай жасау ықтимал. Ал енді мысалы соны әлеуметтің ой пікірі дәлелдемейді ма? Сол. Екіншіден, біз Қазақстанға осы озық әдіс тәсілдерді енгізуге тырысамыз. Мысалға, ең қызығы, Қазақстанда 30 жылдан бері сенім деңгейі тек қана мемлекеттік институттарға зерттеліп келген. Яғни үкімет, парламент, президент деген секілді азаматтық қоғам ұйымдарына қатысты фрагментарлы зерттеулер бар. Ал бірақ мемлекет тарапынан
жаңағы жылдан жылға ондай зерттеулер болмаған. Сондықтан да біз дүниежүзілік экономикалық ұйымның әдістемесін алып, яғни қиын саяси ортадағы сенім деңгейі деген оның методикасын Қазақстанға ыңғайландырып, мысалға өткен жылы бір зерттеу жасаған болатынбыз. Мысалы сол зерттеуге сүйенетін болсақ, үкіметтік емес ұйымдарға, оның ішінде жаңағы кәсіподақтар да бар, азаматтық қоғам институттары бар. Толыққан азаматтық қоғам институттарына сенім деңгейі мысалға саяси партиялардан, бақтан кем емес. Яғни мына жерде де біз нағыз азаматтық қоғамның өкілдері, үкіметтік емес ұйымдардың потенциалы бар екенімізге көз жетті. Одан бөлек тіке сұрақ қойған болатынбыз. Сіз мемлекет тарап, бірінші сұрақ болған, мемлекет тарапынан көрсетіп жатқан қолдауды қаншалықты жеткілікті деп санайсыз азаматтық қоғамның дамуына? Сонда респонденттердің 56%, иә, мемлекет қолдау жасап жатыр, ал 17% толыққанды қанағаттарлық қолдау жасап жатыр деп айта алмаймын деген мысалға. Бірақ оның өзі көрсетіп отыр, халықтың мемлекет тарапынан іске асырып жатқан іс-әрекетін бағалап отырғандығын. Одан басты бір сұрақ, сіз Қазақстанда азаматтық қоғамның дамуын қаншалықты жеткілікті деп санайсыз деген сұрақ қойған болатынбыз. Сонда респонденттердің 65%-дан астамы, яғни Қазақстандағы азаматтық қоғамның дамуы менің ойымдағыдай дамып келе жатыр деген айтылған болатын. Одан бөлек біз ұлттық құрылтайдың аясында зерттеулер ұйымдастырамыз. Енді ұлттық құрылтай білесіздер, ең басты консультативтік кеңесші органдардың бірі ғой. Оның аясында түрлі сұрақтар көтеріледі. Мысалға, әрбір ұлттық құрылтайдан кейін кем дегенде 150-200 ол жаңа іріктеліп алынғаны ғана ұсыныстар, кейін жаңағы осы ұсыныстарды орындаудың жол картасына іске асады қой. Мысалға, соның артында біз кейбір сұрақтарға жаңағы аңғарып отырамыз, Қазақстанда статистикалық мәліметтер жоқ. Мысалға, кезінде Удалманияға, оны біз қайдан көрдік, мысалға қараңыздар, Удалмания туралы заң көтерілді, ал бірақ жаңағы Удалманияға қатысты пайыздық көрсеткіштер, жаңағы қоғамның қабылдануы тағы байланысты кәдімгідей тығырыққа тіреліп қалды парламенттің өзі. Содан кейін мысалға оларда мәжбүр болды зерттеу өткізуге. Сол секілді бізде ұлттық құрылтайдың аясында да кейбір сұрақтар бар. Яғни, өмірлік тәжірибеде негізделе отыра бұл мәселені көтеру дұрыс та шығар. Бірақ кейбір мәселелердің мысалға санмен дәлелдене ме деген сұрақ туындады ғой. Сол кезде осындай сұрақтарға біз зерттеулер ұйымдастырамыз. Мысалға, Қазақстандағы креативті экономикаға қатысты зерттеу болды, жалпы ұлттық құндылықтарға қатысты болды. Мысалға, ұлттық құрылтайдың 3-ші отырысында президент тарапынан 12 жалпы ұлттық құндылықтар айтылған болатын ғой. Мысалға, біз бірден осы жалпы халық ұлттық құндылықтар дегенге не? Бәріміз айтамыз ұлттық құндылықтар деп. Бірақ ұлттық құндылық деген түсінік әрқайсымыз әртүрлі ғой. Мысалға, біз соны зерттеп көрдік. Яғни ұлттық құндылық сіз үшін не деген секілді. Одан кейін сіз жаңағы өмірлік тәжірибеңізде осы ұлттық құндылықтардың дәріптелуіне қанағаттанасыз ба деген түрлі сұрақтар қойған болатынбыз. Келесі бір зерттеуіміз осы халықтың әлеуметтік қанағаттануына байланысты болды. Жалпы Қазақстан азаматы ретінде өзінің әлеуметтік жағдайын қалай қабылдайды, қаншалықты қанағаттанады, одан бөлек оны қандай сұрақтар мазалайды. Мысалы, болашаққа да бағдарланған сұрақтар қойылған болатын. Мысалы, алдағы 5 жылда сіздің өзіңіздің даму перспективаңызды қалай көресіз деген секілді. Ол неліктен маңызды? Өйткені мысалға басым көпшілігінде даму перспективасына қатысты теріс пікір болса, яғни оның біз сезбейміз, бірақ жаңа экономикаға да әсер болады. Яғни экономикалық белсенділік те төмен болады деген сөз. Яғни өзінің даму перспективасын жоғары бағаласа, керісінше ол өзі сезінбей, қоғам жаңағы дамуға қадам жасайды. Яғни қарапайым тілмен айтқанда тіршілікті үдете түседі. Енді бүгін азаматтық
12-ші азаматтық форум аясында да біз өзіміздің көзіміз жетті. Міне таңертеңнен болып жатқан сессиялардың барлығында әлеуметтанушылар да сөз сөйлеп жатыр, зерттеу орталықтары да азаматтық қоғамның дамуына қатысты өздерінің мәліметтерін келтірді. Ол өте маңызды, өйткені мәліметтер барлығы ашық болу керек. Біз бір-біріміздің зерттеуіміздер арқылы салыстыра отыра қай бағытты дұрыс зерттедік, анықтадық, қай бағытта методологиямыз дұрыс болды деген секілді сұрақтарға жауап бере аламыз. Түсінікті, ризат. Енді шынымен де зерттеулер бар екен. Жаңағы енді қандай әдістерді қолдану, жаңа айтып отырсыз, шетелден алып жатырмыз деп. Енді ол зерттеу жасаған кезде жақсы. Ол статистика мысалы бар ма жоқ па, әйтеуір барын аласыздар әйтеуір. Жаңағы зерттеулердің өзі сол статистиканы қалыптастыруға жол береді ғой. Статистиканы қалыптастыруға жаңағы цифрлар керек бізге. Қанша адам қандай екен, әйтпесе бір проблеманы алатын болсақ, ол проблеманың жаңағы неше түрлі жақтарын анықтау үшін тиісті бізге цифрлар керек, оның бәрі дұрыс. Иә. Бірақ менің түсінігім бойынша бұл жаңағы сіздердің жасап жатқан жұмыстарыңызды енді қарапайым халық білуге міндетті емес. Бірақ сол қарапайым халықтың жағдайын жақсарту үшін жаңағы өмірлік сапасын жақсарту үшін осы зерттеулер қажет деп есептеймін мен мысалы. Сондықтан осы зерттеулердің бәрінің ертең халық сұрайды ғой. Біреуге айтамыз, біз мысалы қазір барып өңірлерге барып айтамыз, осындай зерттеулер жасалып жатыр, осы бәрі жақсы болады, болашақта осы келесі деп мысалы айтып қалсақ, ол зерттеулерінен ешқандай нәтиже шықпайды, міне халқымыз мынандай, жағдайымыз мынандай, жалақы жоқ, бағаның түрі анау деп соған бұрмалап тұрып алып кетеді. Сондықтан бізге нәтиже керек. Халыққа нәтиже керек. Енді үкіметтік емес ұйымдарда енді сол енді мемлекет пен халықтың ортасындағы енді көпір ғой, алтын көпір дейді, жай көпір болса да сол анау халықтың ішінен шығып жатқан проблемаларды алып біз мемлекеттік органдарға жеткізіп айтуымыз керек. Бірақ бізде қандай да бір мәліметтерге, қандай да бір зерттеулерге жүгінуіміз керек. Әрине. Өйткені мен айтарым, яғни бұл кез келген қоғам, мемлекеттік органдар, зерттеу орталықтар симбиоз ретінде бірге жұмыс істеу керек. Мысалға, зерттеу институттары өзінің академиялық эксперттік тұрғыдан мәліметтер ұсынса, мысалы мемлекеттік органдар жаңағы мемлекеттік саясат тұрғысынан көзқарасын ұсынса, халық өмірлік тәжірибе тұрғысынан. Сонда да жаңағы бір модельдер қалыптасады, барлығын қанағаттандыратын ортақ. Енді әрине зерттеу институты болғасын, біздің зерттеулерімізде бірнеше бағытқа негізделеді. Оның бірі, яғни түсінім, жаңағы оның методикалары, әдіснамасы деген секілді сұрақтар бұқара халыққа түсініксіз болуы мүмкін. Олар жаңағы одан сіз дұрыс айтып отырсыз, олар міндетті де емес оны түсінуге. Мына жерде біздің зерттеулеріміз көбі жаңағы оның өзінің аудиториясы бар. Мысалға, яғни бұл академиялық эксперттік қауымға бағытталады, олардың ойын топтастыру үшін. Одан бөлек, қазір егерде кірсеңіздер Қазақстандық қоғамдық даму институтының әлеуметтік желілеріне бізде Қазақстандағы проблемалардың бірі, оның жаңа дұрыс айтып өттіңіз, біз көп академиялық кейбір кезде тар ойлап қаламыз да. Бұл тек қана біз академиялық зерттеу институтымыз, сондықтан да біз жаңағы осы эксперттік салаға ғана бағытталу керек деген секілді. Керісінше, жаңағы осы зерттеулердің маңыздылығын халыққа түсіндіру да ерекше маңызды. Сондықтан да біз соңғы уақытта қиын терминологиялардың барлығын алып тасталған, бұқара халыққа түсінуге оңай көрнекі түрде мәліметтерді жариялай бастадық. Оның ең бір тиімді шешім екенін көргеніміз, бірден біздің зерттеулерімізге кері байланыс дейміз ғой, кері байланыс арта бастады. Яғни кейбір өткені мысалға халықтың өзіне де қызық қой.
кейбір мәліметтер, мысалға жаңағы туристік саладағы алайық, яғни мысалға орталық Азияны қазақстандықтардың қайсысы ең бірінші туристік бағыт ретінде қабылдайды екен деген секілді. Мысалға былай оны зерттеусіз жауап беру қиын. Ал сонда мысалы зерттеуден кейін түсіну аламын. Сонда мысалы мен айта аламын, қазақстандық 20 миллионнан астам халықтың 50% мен секілді ойлайды екен, және бірінші бағыт ретінде таңдайды екен деген секілді. Сондықтан да толыққанды келісем, бұл барлық зерттеулер біріншіден қоғамның орнықты дамуына бағытталу керек. Одан кейін жаңа дұрыс айтасыз, ең маңыздысы осы зерттеулер дұрыс шешім қабылдауға әсер ету керек. Одан бөлек біздегі жаңағы мәліметке негізделген саясатты, мәдениетін қалыптастыруға көшу керек. Жаңағы оның әсерінде біз кері әсерінде көріп жатырмыз. Түрлі мысалға популистік ойлар да болуы мүмкін. Тағы мысалға ең кең таралған мифтердің бірі, Қазақстан ажырасу деңгейі бойынша әлемдегі ең бірінші мемлекеттердің бірі деген секілді. Ал мысалға зерттеулер көрсетіп отыр, яғни оған әсер еткен Қазақстандағы қалыптасқан заңнамалық нәрселер. Одан бөлек жаңағы зерттеулер өткізіп, мысалға шынымен де осы мәлімет шындыққа жанаса ма, жанаспай ма деген секілді. Сондықтан да егер де қоғамда дұрыс цифр бар қалыптаспаса, түсінікті, кез келген цифрды бұл жерде мен айта алмаймын, әрбір цифр толыққанды бейнені қалыптастырады деп. Бірақ та бұл бізде қоғам ретінде дұрыс бағытта келе жатырмыз ба, жатқан жоқпыз ба деген сұраққа жауапқа жақындатады. Мынау Ризат жаңа айтып өттік, шетелдік тәжірибе деп, енді біз тіпті заңнамаларды жасаған кезде, заңдарды қабылдайтын кезде алдын ала жұмыстар бойынша енді солай қалыптасып кеткен. Біз шетелдің жаңағы заңнамаларын қараймыз, соны өзіміздің елімізге қалыптастыруды, әйтпесе ыңғайластыруды, соны сол жағын енді ол бір жағынан дұрыс шығар, бірақ екінші жағынан менің ойымша ол жолмен де жүруге болады, жүріп келе жатырмыз. Бірақ тағы да бір жол болу керек деп есептеймін. Ол біздің қазақстандық өзіндік бір моделі болу керек. Неге өйтіп айтамын? Өйткені, егер рас болса, менің ойымша, бізде қазір Қазақстанда ғылыми мамандар, эксперттік қоғам, жаңағы сарапшылар, жаңағы тәжірибесі бар зерттеушілер, социологтар, олар қалыптасып келе жатыр деп есептеймін мен. Өйткені жаңа ғана бастап келе жатырмыз ғой енді. Біз жаңа 30 қанша жыл болды? 34 жыл болды ма біздің тәуелсіздігімізге? Енді көптеген институттарды қалыптастыруға әрине уақыт жеткіліксіз. Сондықтан менің айтайын деп отқан ойым осы мынау енді қазіргі азаматтық қоғамды дамытуды айтып отырмыз ғой. Азаматтық қоғамды дамытудың өзіндік моделін шығаратын сондай ой бар ма институтта? Әйтпесе біз сондай жолда сол жолға шықтық па? Әйтпесе сол анау жаңа шетелден алып жүре береміз ба? Қалай? Дұрыс айтасыз. Ең бірінші ұлттық қорды қалыптастыру керек, мәліметтер қорын. Ол біріншіден ашық болу керек. Кез келген адам соның негізінде қосымша зерттеулерге сіздің ойыңызға тағы да қосымша толықтырып өтсем. Бізде мысалға ақш-та сонау 19 ғасырдан, 20 ғасырдың 20 жылдарынан үздіксіз зерттеліп келе жатқан зерттеулер бар, сұрақтар бар. Яғни жылда соның негізінде ұзақ мерзімді динамика, шынымен де кейбір құбылыстардың қанша уақыт алатындығы бар. Ал енді Қазақстанның мысалына келетін болсақ, мысалы біздің 30 жылдың өзі де біраз уақыт қой. Соның өзінде де бізде ұзақ мерзімді зерттеулер мүлде болмаған. Мысалға, жаңағы сөз басында бағана айттық қой, мысалы ұлттық құндылықтар. Ұлттық құндылықтардың қалыптасу орнығуы бір жылдың мәселесі емес қой. Ол мысалға үздіксіз жүріп жатқан, біртіндеп жүретін процесс. Сондықтан да мысалға ондай сұрақтарда осындай ұзақ мерзімді зерттеулерді жүргізген өте абзал.
соның нәтижесінде осы жаңағы процестің қалай жүріп жатқандығы туралы толыққанды түсінік қалыптаса алады. Енді одан бөлек, жаңағы өзіңіз сөзіңізді айттыңыз, жаңағы мына жерде мәселе барлық шетелдік әдіснамаларды Қазақстанға енгізуге емес. Мына жерде жаңағы біріншіден инструментарий ретінде қазақстандық әріптестердің мүмкіндіктерін кеңейту, немесе Қазақстандағы жасалмаған нәрселерді бірінші апробациясын жасап көру. Бұның екінші астары да бар. Өйткені мынандай сұрақ туындайды. Түрлі рейтингтер шығып жатады ғой, мысалы зерттеулерге негізделген. Сонда мысалы түрлі сұрақтар бойынша Қазақстанның позициясы көрсетілген да. Мысалы Қазақстанға енді біз сол сұрақтарға мысалы қойылған Қазақстандағы зерттеулерге қарасақ, мысалға кейбір жағдайда ондай зерттеулердің жоқ екендігі көрініп қалады да. Сондықтан да егер де мысалға ондай зерттеулердің көбін мысалға Қазақстанда да өткізген жөн. Өйткені жаңағы ертең осы бұның барлығы ғылыми, академиялық, эксперттік дискуссия ғой. Сонда мысалға айта аласыз, сіз осындай өткізіпсіз, біздің зерттеуіміз осыны көрсетіп отыр. Соның нәтижесінде жаңағы салыстырмалы анализ жасаған кезде бір ортақ, бір қалыптасқан жағдайдың бейнесі көрінеді бірден. Негізі мен вообще өз басым мысалы әр саланы алайық, әр нәрсені алайық, осы даму үстіндегі неше түрлі процестерді алайық, бәрінің негізі ғылым болу керек. Жаңағы зерттеулер болу керек. Жаңа Американың өзін қараңызшы. Жаңа өзіңіз айтып отырсыз ғой, зерттеудің үстіне зерттеу олар әбден зерттеп алып барып, сосын барып. Менің ойымша біз мысалға алайық, жаңағы ұлттық экономиканың жанында экономикалық зерттеу институты бар, мысалға. Демек, ол Қазақстандағы экономиканың қазіргі жағдайын, болашағын, бәрін олар ол жақта ғылым докторлары бар шығар, кандидат науктар бар шығар. Олар сол ғылыми негізде мемлекет жаңағы басшыларына айтып түсіндіру керек. Мына ғылыми негізде былай. Оның ішіне математикалық тәсілдерді енгізу керек, барлық неше түрлі тәсілдерді енгізу керек. Демек, қазір біз айтып отқан азаматтық қоғамдық дамуды да сол ғылыми негізге сондай рельске тұрғызуымыз керек деп ойлаймын өзімше. Толыққанды келісем бұл бойынша. Былтыр Қазақстандық қоғамдық даму институты осы Қазақстанның жаңа модельге алдында да айттыңыз ғой, азаматтық қоғамның моделі қандай болу керек, жаңа әлеуметтік келісім шарт дейміз ғой, сол қандай болу керек деген секілді сұрақтар бар ғой бәрін. Міне мысалға оның түсінік қандай болу керек деген бір шет жағасынан зерттеп көрген болатынбыз. Соның негізінде осы саладағы өкілетті орган Қазақстан мәдениет және ақпарат министрлігі азаматтық қоғам істері комитетіне біраз ұсыныстарды жасаған болатынбыз. Мысалға азаматтық қоғамды дамыту тұжырымдамасында қандай индикаторлар арқылы біз осы азаматтық қоғамның дамуын қадағалай аламыз деген секілді өз көзқарастарымызды жеткізген болатынбыз. Одан бөлек бұған дейін бірнеше қазіргі таңдағы бір ерекшелік, қазіргі таңда үкіметтік емес ұйымдар, жай ғана үкіметтік емес ұйымдар емес, олар да жаңағы өздерінің тәжірибесіне негізделіп зерттеуді жүргізетін дәрежеге жетті. Оны да мойындауымыз керек. Сондықтан да осы біздің мақсатымыз, осы түрлі осы саладағы, мысалға шешілмей келе жатқан бір сұрақтардың бірі бар ғой. Үкіметтік емес ұйымдардың экономиканың дамуына қосатын үлесі. Оны мысалы қабылдамай отырғанның бір себебі, өйткені толыққанды қанағаттандыратын барлығын әдіснаманың болмауы. Міне осындай сұрақтарға, осындай зерттеулер сұрақтың жылжуына әсерін тигізеді. Енді статистикадан қашып құтыла алмаймыз, зерттеулерден де ол өмірдің бір бөлшегі. Мысалға спортты
алайыншы қазір спортты сіз бір сәтке статистикасыз елестетіп көріңізші, елестету қиын. Турнирлік кесте қанша гол соқты, тағы басқа бар деген секілді. Сондықтан да осы қоғамның ішінде зерттеу бағыттары да ол бір өміздің күнделікті өміріміздің бір бөлшегі. Бастысы оны дұрыс қолдана білу, және шынымен де сіз айтып отырған бағана өте қатты ұнады, нәтижеге қандай нәтиже, осындай өзгеріс қандай нәтижеге әкеледі деген сұраққа біздің зерттеулеріміз жауап беру керек. Потому что халыққа бәрібір ол, сен қандай жолдармен келесің, ол өмір сапасының өзгерген, жақсарғанын ол сезіну керек деген ой. Ризат, үлкен рахмет. Уақытымызда тәмам болып қалды. Өте қызықты әңгіме болған сияқты, өзімде қызығып кеттім. Енді жасап жатқан жұмыстарыңызға жеміс тілеймін, табыс тілеймін. Бәрі айналып келіп соққанда азаматтық қоғамның дамуына өзінің зор үлесін қосатын болса, онда біз әр уақытта әрине қолдаймыз. Сұхбат бергеніңізге, ой пікірлеріңізге үлкен рахмет. Ал біз келесі подкастта кездесеміз.